қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін пельменді жасау үлгілерімен бөлісетін боламын. Әрі полуфабрикат әрине жасай салып, пісіріп, қайнатып жеуге де болады. Бұл өте тағамның ішіндегі ең әрі еті бар белок, әрі мына қамыр ұн наннан жасалған ол углевод, өте пайдалы, және ішінде пиязы бар, овощи, клетчатка. Соның барлығы өте пайдалы. Пельмен жасау кезінде, именно осы пельмен тию кезінде денсаулыққа пайдасы да бар екенін айтып өтемін. Әсіресе кішкентай балаларға, енді осылай әп-әдемі болмаса да, қолынан келгенше саусақтармен жасауды үйретсеңіздер, ол баланың жаңағы миының жұмыс істеуіне, моторикаға, саусақ ұштарымен жұмыс істеуге өте пайдасын тигізетін жақтары да бар. Ал кеттік, олай болса, пельмен жасау процесін бастайық. Құрметті әйелдер қауымы, қыз-келіншектер, алдағы уақытта мен сіздермен пайдалы рецепттермен, кеңестермен бөлісіп отыратын боламын. Сол үшін менің каналыма подписаться батырмасын басып, лайк басып, және комментарийларыңызды қалдырып отырыңыздар. Осы каналдың ары қарай дамуына үлестеріңізді қосып отырсаңыздар, мен қуанып қаламын. Мұнда фарш сиыр етінен жасалған, орташа майлылықта, мына еттің өзінің майы ғана, қалауларыңызбен жаңағы қойдың құйрығында қосуға болады. Мұнда пияз жарты килограмм, және қосамыз тоже барлығы өз қалауларыңызша тұз және қара бұрыш. Әркім өз қалауымен осының барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің фаршымыз да дайын. Енді қамырға кірісеміз. Міне менің қамырым дайын болды. Бұның қалыңдығы примерно 1-2 мм жұқалығы. Әркімге әрқалай, біреулерге қалың ұнайды, біреулерге жұқа ұнайды. Әркімге өзінің қалауымен жаюға болады әрине. Бұл қамыр илеу, қамыр жаю әдістерін алдағы уақытта сіздермен видеода бөлісетін боламын. Менің видеоларымды жіберіп алмай, әр шыққан сайын қарап отырыңыз. Әркім өз қалауымен, маған осылай ыңғайлы. Ал басқа біреулерге ұнайды дөңгелек етіп тиюге пельменді. Маған бір-бірлеп жайып шығу өте қиын. Ең оңай әдісі осы жаңағы квадратный етіп кесіп алу. Мен көзбен үйреніп қалған. Егер қиын болса, бұлай өлшеп алсаңыздар болады. Жаңағы дөңгелек золаны кесіп алдық. Енді осылай қабаттап бір-бірінің үстіне төсеп шығамыз. Бір-бір чтобы жабысып қалмау үшін арасына ұрпақ сепсеңіздер болады, ұн сеуіп. Менің қамырым өзі қатты иленген, сол себепті ұрпақ көп сеппедім. Енді бұны да дәл жаңағыдай кесіп аламыз. Біркелкі болу керек. Әр пельменіміз әртүрлі болып кетпеу үшін. Міне біздің қамырымыз дайын. Пельмен тиюді бастаймыз. Фаршты әр қамырға бір-бірлеп салып шығамыз.
көмекшіңіз болса әрине одан да жақсы. Ал бір өзіңіз болсаңыз, біз уақыты келе үйренесіздер. Жылдам түйіп. Құрметті көрермендер, сіздермен бөлісетін лайфхакым бар. Мынадай зат қолданамын. Ал обычный картон қағаз, оның үстіне пищевая пленканы орап қойған. Қатты пельменді көтереді, әрі морозильникқа қойғанға ыңғайлы. Пищевой пленкаға жабыспайды. Сосын қатқан соң, былай тездетіп алуға оңай. Мынаны осылай бүктейміз, жабыстырамыз жан-жақтарын. Сосын екі жағын жабыстыра салсақ, міне осылай пельмен болды. Үстіне қойып отырамын. Өте ыңғайлы зат, жабыспайды. Міне біздің пельмендеріміз де дайын болды. Міне солдат сияқты тізіліп тұр. Енді қазір бұны мен морозильникқа салып қоямын. Біраз қатсын. Керек кезде алып қайнатамын. Міне осылай түйіп, морозилкаға салып қатырып қойсаңыз 3 айға дейін сақтауға болады. Еш дәмі де бұзылмайды, качество осылай қалады.